билесиңерби балдар? Балдар, сендер кандай ойын ойнап отурсуңдар? Жарайсыңдар балдар, сендер улуттук оюнду билесиңерби? Кандай улуттук оюн түрлөрүн билесиңер? Кол күрөшүү билесиң, жарайсың. Аркан тартуу оюну бар, және кандай оюн түрлөрүн билесиңер? Бәйге оюну бар, көптөгөн казактын улуттук оюндары бар. Канеки улай болса, баршамыз бүгүн улуттук оюн ойнайбыз, Казактын улуттук оюн түрү бул аркан тартуу. Эки топко теңдей бөлүнүп, карсылас топты белгиленген межеге, яғни сызыкка тартып әкелүүңүз керек. Бул жерде балаларды ийиптиликке, шыдамдылыкка, күчтүүлүккө баглайбыз. Наурыз келді, жаңа күннің шуақты, таң үшін, ұлы дала елінің бағы үшін, ынтымағы жарасқан еліме, қуаныш пен береке дарысын. Наурыз келді, жаңа күн, жаңа тілек жаза. Казактын улуттук оюн түрү келесі кой көтерүү. Ол жерде төзімділік танытып, кім ұзақ, яғни кім көп көтереді. Балаларды шыдамдылыққа, төзімділікке баулаймыз. Жаңа күнің жыл ашты, қыз көктемге ұласты, наурыз келді. Казактын улуттук оюн түрү таяк тартасы. Бұл жерде күчтүүлүк пен шыдамдылыкты талап етеді. Бұл ойында таякты ұстау аркылы карсыласын өзүнө карай тартып алады. Наурыз келді, жаңа күн, жаңа күн. Міне балалар, улуттук оюн биздин байлыгыбыз. Ол бизди төзүмдүүлүккө, шыдамдылыкка, күчтүүлүккө және достукка тарбиялейди. Бәйшешектер гүл ашты.